Instagram'dan жаңа аккаунт ашайын деп жатсыздар. Бірақ телефон нөмірлеріңізді жазсаңыздар, сіздердің телефондарыңызға растаушы код келмейді. Неге? Енді не істеу керек? Инстаграмға кіресіздер, кірген кезде вайти деген бар, создать етесіздер. Создать етуге кірген кезде мына жерде телефон номер тұрады и аккаунт тұрады, электронный почта. Осы электронный поштаға сіздер өздеріңіздің аккаунттарыңыз, яғни Gmail-дарыңызды енгізесіздер. Gmail-ды біз қай жерден аламыз? Менің Gmail-ым, міне тұр қазір мынаны жазсам, мінекей шықты. Мынау Gmail. Оны мен қаяқтан аламын? Ол сіздің телефоныңызды ашқан кезде, телефонды алған кезде біз өзіміз Play Marketке кіру үшін аккаунт ашамыз ғой. Сол аккаунт. Ол аккаунт мінекей Gmail-да тұр. Мен Gmail-ға кірсеңіздер, мына жерде значок тұр. Сол значоктың үстін бассаңыздар, мінекей шықты. Мынау менің аккаунтым. Яғни мен Play Marketке осы аккаунтпен кірем. Осы аккаунтты мінекей астына майдаттермен жазылып тұр. Соны мына Инстаграмның мына жеріне енгізіп, далее деген кнопканы басасыздар. Одан кейін сіздің телефондарыңызға, яғни сол жаңағы Gmail-ға растаушы код жіберетін болады. Мінекей қазір маған жіберді. Енді шынымен келе ме, келмей ме, қазір көреміз. Gmail-ға кірдім. Обновить етем бір рет. Міне, көрдіңіздер ме? Инстаграмнан менің Инстаграмға код келді. 46 50 32. Осыны енді Инстаграмға жазамыз. 46 50 32. Далее. Мінекей. Енді аты жөніңізді жазасыздар и пароль жазасыздар. Разрешение береміз. Туылған күндеріңізді жазасыздар, қай жылы туылғансыздар, нешінші жылғы деген сияқты. Далее. Мына атпен жаңағы сіздің аккаунтыңыздың атымен ашылады деп жатыр. Егер сізге бола беретін болса, ол тура келетін болса, зарегистрация деген басасыздар. Жоқ десеңіздер, изменение жасап, атыңызды басқаша етіп жасауыңызда мүмкін. Қалағандарыңызды теріп, далее деген кнопканы басасыздар. Регистрация етеді. Егер сізге жаңағы аккаунтыңыздың аты ұнамайтын болса, мінекей Фейсбукқа, егер Фейсбуктан достар табам дейтін болсаңыздар, найти друзья, или керек болса пропустить дегенді басасыздар. Пропустить. Фото қазірше маған шарт емес, мен тек сіздерге аккаунт ашып бергім кеп, аккаунт ашып көрсеткім кеп тұр. Мінекей аккаунт ашылды достар. Көрдіңіздер ме? Мінекей менде жаңа аккаунт создать болды. Мінекей жаңа жаза салдым, сол ашылды. Көргендеріңіздей. Сіздерге видео ұнаған болса лайк, каналға подписка басыңыздар, және достарыңызбен бөлісіңіздер. Түсінбей жатқан проблемаларыңыз болса, Инстаграмға комментарийға жазып кетсеңіздер, мен міндетті түрде сіздерге ответ қайтаратын боламын достар. Видео ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.